Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгінгі видеода мен қазақ аниматорларын бағалайтын боламын. Жалпы қазақ анимациясы қазақ контентінде өте қызықты тип, так что оларды бағалаған қызықты болады деп ойлаймын. Кстати, бұл тир-лист рубрикасының бірінші бөлімі, яғни осындай сияқты видеолар шығара отырып, мен монтажбен қиналмаймын. Ал ендеше кеттік. Достар, алдымен қатысушылармен таныстырайын. Бізде осы, қателеспесем, 8 аниматор қатысатын болады. Неге аз? Себебі қалған аниматорларды, если честно, аниматор деп алу қиын. Оларды мен, если честно, просто любитель ретінде алатын ем, оларды контент-мейкер ретінде өкінішке орай ала алмаймын. Аренго, новичок аниматор. Бірақ сонда да қосайын деп шештім. Бір ғана видео салғанына қарамастан, ода уже 71 подписчик, және де сол бір видеосы рекке өтіп, көпшілік адамның қолдауына ие болған. Және де көріп отқандарыңыздай әдемі рисовка. Мені бір орыс ютубердің рисовкасына ұқсайды. Бірақ минустар бар. Ол, во-первых, орысша түсіреді. Менің ойымша, оны ешкім қазақ ретінде есте сақтамайтын сияқты. Оның минустары өте көп. Ол анимация дегенді менің ойымша ұмытып кетті. Түсірмейді, және де бір ғана видео қазақ анимациясына үлесті қатты қосқан жоқ деп ойлаймын. Және де онымен қоса ол орыс тілінде түсіреді. Бірақ сонда да әдемі рисовкасына шанс берейін деп шештім. Оны мен потенциалы бар, бірақ өте бағаланбаған деп ойлаймын. Келесі бізде Ари. Сразу көзге түсетіні ол анимацияны light motionмен жасайды. Бұл ешқандай минус емес, наоборот, бұл өте әдемі әрі сүйкімдірек көрінеді. Және де мен оны тир-листке достойный деп санадым, потому что ол полноценный аниматор, YouTube канал бар. Бірақ оның преимуществосы YouTube каналында емес, оның TikTok'ында. Ол TikTok'та, во-первых, өте активный, және де оның популярный десем де болады. Және де ол туралы тағы не айта аламын. Ол популярный Олжас Тоқабай, Қайсар секілді аниматорлармен жиі коллаборация жасап тұрады. Менің ойымша, бұл үлкен абырой деп ойлаймын. Және де оған профессионалдар репост жасап кеткен. Достар, мен ұзақ ойландым. А-ға қойын ба, или Б-ға қойын ба деп. Бірақ все-таки Б-ға қойын деп шештім. Неге? Себебі А-да Қайсар, Олжас дегендер тұрады. Ал олар менің ойымша қазақ ютубына, то есть қазақ анимациясына көбірек үлес қосты. Менің ойымша кішкене әлі болмай қалатын сияқты. Бірақ мен мойындаймын, өте күшті анимация, және TikTok'ты да әдемі жүргізіп қояды. Так что ренжімейсің деп ойлаймын, если видеоны көріп отырсаң. Бізде келесі аниматор Аққар. Қазір салам деген никпен. Если честно, мен даже білмеймін, оны аниматор деуге бола ма, бірақ көбінесе ол арт суреттер салады. Бірақ оны анимация жасай алады, конечно. Сондықтан да мен оны аниматорлар тізіміне қосайын деп шештім. Және де анимациясы неплохо. Мойындау керек, оның суреттері өте әдемі, бірақ анимациясы, если честно, бүлдірлі. Маған андай минималистичный, Қайсар, Арайлым деген сияқты аниматорлардың анимациясы әлдеқайда көзге жеңілірек көріне ме, білмеймін. Даже білмеймін қайда қою керек екенін. Бірақ все-таки Ареннен жақсы, бірақ Ариден сәл төмендеу деп ойлаймын. Бірақ білмеймін, С-ға қойдым. Қарсы болсаңыздар да, болмасаңыздар да. Чисто менің мнением. Бізде келесі Аю. YouTube'тың бывший легендасы десем де болады. 2021 жылы қателеспесем YouTube'ты бастаған. Сол сәтте-ақ уже күшті аниматор болған. Ал бірақ қазір основном TikTok түсіреді, YouTube емес, бірақ сонда да я хуею мынандай просмотрдан. Ол основном YouTuber болған, бірақ TikTok'қа менің ойымша көп болған жоқ келгенне. Бірақ осындай әдемі просмотр. Короче, бро TikTok видео салып біледі. Анимация сапасына келетін болсақ, менің вкусым десем болады, минималистичный, әдемі. Оның YouTube каналының жағдайы нормальный, менің ойымша. Просмотрлар нормальный. Әрине, бірақ анимацияға көп күш кетеді, просмотрлар қанағаттандырмайды. Сондықтан да ол әрине тастап кеткен. Бірақ ол, если видео түсірем десе, нормально қып түсіреді. Әрқарай менің ойымша, ол туралы көп нәрсе айтудың қажет жоқ. Бұрын легенда болды. Қазір де тырысса легенда бол. Мен айтқым келіп тұр оның ағасы туралы, яғни Бейнетамин. Бейнетамин вроде легенда, бірақ естеріңізде болса, осы жарты жыл бұрын, яғни Нуранет қайтадан YouTube'қа оралған кезде мен одан көп нәрсе күттім. Мен күттім одан прям көп нәрсені. Өкінішке орай, Бейнетамин 3-4 ай YouTube'ды түсіріп, кейін тастап кеткен болатын.
Оның себебін біз сұрадық. Оказывается, себебі қазақ ютубында даму қиын екен. Вот мен өз басым оны көндіруге тырыстым, бірақ ол келіспеді. Бекерге еңбек 300-400 просмотрға кетіп жатыр дедім, вроде сондай қылды. Бірақ бәрібір қазақ анимациясына тигізген үлесі әсіресе ютубта ол өте зор. Так что ол заслуженно А уровеньде тұрады. Енді кезек Қайсарға да келіп жетті. Қайсар аниматор. Жалпы ютубта да, тиктокта да нормальный подписчик жинай алған аниматор. Давайте бірінші оның тикток каналы туралы айтайық. Менің ойымша емес, жалпы шынайы факт айтайын, қазақ аниматорларының ішінде тиктокта ең көп подписчигі бар Нұрасылдан кейін ол әрине Қайсар. Алайда Қайсардың ютуб каналының жағдайы менің ойымша жақсы деп айта алмаймын, потому что просмотрлар аз, және де өзі менің ойымша ютуб түсірмейді особо. Арасында тикток түсіріп тұрады, иә, тиктоктары күшті, арасында рекке өтіп тұрады. Бірақ соңғы видеосы, если что, соңғы видеосында вот менің персонажым бар. Аха, иә. Соны лайк басып кетіңдер, может соның екінші части шығып қалатын шығар. Менің ойымша Қайсар реально контент жасап біледі ютубта да, тиктокта да, вот. Реально контенттері толы десем де болады. Так что ол смело А уровеньне қоя берсек болады. Так, енді вроде Олжас қана қалды. Олжас артық сөзсіз қазақ анимациясында вот ең көп контент жасаған, әсіресе ютубта. Тиктокта менің ойымша видеолар өтеді, бірақ тиктокта оған конкуренттер көп реально. Қайсар бар, Ари бар, Аю бар, Бейнат Амин бар. Но жалпы ютубта оған особо ешкім тең келмейді, және де оның тұрақты көрермендері бар, подписчиктер бар, который қызықты да. Ужас. Бірақ анимациясына кішкене менің претензиям болар. Білмеймін, көздері менің ойымша Олжастың персонажын көзі бүлдірлі сияқты. Менің ойымша стилі кішкене өзгерту керек па, білмеймін. Иә. Және де қимылдарда вот кішкене Фредди Фазбердің қимылына ұқсайды. Бірақ надеюсь ренжімейді деп ойлаймын. Надеюсь ренжімейсіңдер деп ойлаймын. Бұл только енді осымен біздің тирлистіміз осындай болып шықты. Может менімен келіспеулері мүмкін, иә, мен түсінемін. Хоть видео кішкене ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, потому что барлық комментарияларды оқимын и барлық лайк басқандарға от души айтарым. Пожалуйста, қолдаңыздар, тіркеліңіздер. Айтпақшы, если вот новичок ютуберлер болса, немесе менен реклама алам десеңдер, мен номеріме жазсаңдар болады. 1000 теңгеге реклама жасап берем, вот потому что вот, мен хотя бы видео жасайын, и вот менің ақшам сушнекқа жетсін деп ойлап отырмын енді, короче, сау болыңыздар.